Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Майра Сауытбек қызы. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Ұлыстың ұлы күнінде дәстүрлі Наурыз көжесіз елестету мүмкін емес. Бұл күні әрбір үйде қазан оттан түспей, уыз қатырылып, сорпа сапырылып, Наурыз көже дайындалады. Ырымшыл қазақ халқы әу бастан қасиетті сандарға, киелікке мән берген. Сол себепті бұл тағамды 7 түрлі тағамнан жасап, молшылық болсын, береке болсын деп ниет еткен. Халықтық дәстүр бойынша оған кем дегенде 7 түрлі азықтық заттар қосылған. Тақ санын сақтап, мұндай заттар көбейтіле береді. Соғымның арнайы сақталған мүшелері қазы қарта, жал жая, шұжық қосылады. Наурыз көжеден кейін жиналған халық ақ мол болсын деп таралған. Әлбетте, Наурыз көжеге белгілі бір тағам түрін қосу деген арнайы нұсқау жоқ. Әркім қолындағы бар азық-түлігіне қарайды. Тіпті кейде көкөністерде, жемістерде қосатындар бар. Дәм саны 7 болса болғаны, және де тақ санын сақтап, мұндай заттар көбейтіле береді. Мінекей менде 11 түрлі алдым. Күріш бар, осындай құйрықты турап алдым. Яғни қазір ең бірінші осы құйрықты шыжғыратын болам. Дәмі өте керемет шығады. Және де пиязымыз бен сәбізімізді турап дайындап қойдым, достар. Мінекей осы заттардың барлығын қосамыз қазір. Мінекей достар, бүгінгі Наурыз көжеге мен сүр етті пайдаланбақпын. Сүрлеу дегеніміз етті қақтап, тұздап сақтау. Сүр ет ерекше дәмді болады. Өзіне тән иісі өте жағымды. Әдетте еттің сұрпы жағы, яғни қазы қарта, жал жая, омыртқа, төс еттері ғана сүрленеді. Мінекей мен осылай турап алдым, және де ең бірінші қайнаған суымызға перловкамызды және де мачты салып, бір бұқтырып қайнатып алатын боламыз. Оңтүстікте ең бірінші қазанымызға осы құйрығымызды салып, шыжғырып, осыны майына жасайтын боламыз. Яғни өте дәмді болады, достар. Мінекей майы шықты, енді пиязымызды саламыз, қалауларыңызша. Және де қуырып, оның үстіне сәбізімізді салып қуыратын боламыз. Қазақтың ең жақсы көретін негізгі ас дәмдерінің бірі ет. Қашанда қазақы дастарханның берекесін ет келтіреді. Сол себепті Наурызға қазақтың төл асы ет қосылады. Ұзын сарыдай сақталған етті қазан толсын, асары мол болсын деген ырыммен қосатын болған. Мінекей мен мөлшермен өзіміздің еттен осы сүрленген еттен, яғни кесіп, турап, дайындап алып, осылай қосып жердім. Табиғат бастауы су ғой, сусыз тіршілік болмас. Сондықтан да Наурыз көженің де негізі су болып табылады. Бұның да астарында өмір өзен, ұрпақ өріс судай асып тасын дегені болса керек. Маш және перловкамызды осылай бұқтырып қайнатып алдық. Мінекей дайын болуға аз ғана минуттар қалған кезде қайнап жатқан сорпамыздың үстіне салып қайттан қайнататын боламыз. Яғни ең бірінші осылай бұқтырып алсаңыздар, өте керемет жұмсақ болып пісетін болады. Барлығын салып қайттан қайнататын боламыз. Көжемізге келесі дәмді арпаны қосады. Арпаның емдік қасиеті жайлы бәріне белгілі. Арпаны жиі пайдаланатындардың қаны бұзылмайды дейді білгіштер. Ирак тәуіптері бұл дәнді ғажап құтты дән деп атаған. Көптеген ауруларға шипалы, сонымен қатар тойымды болып келеді. Келесі осы арпамызды қосып, жақсылап араластырып қайнататын боламыз. Келесі көжеміздің дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Қазақтың мәдениеті сөз. Қашанда сөзді қадірлеген қазақ ешқашан дәмсіз сөз сөйлемеген. Сондықтан да тұз астың дәмін келтірер, мақал сөздің мәнін келтірер деп мағыналы мақал айтқан. Құр бос жүре бермей нәтиженің дәмін білейік. Бір-бірімізге дәмді сөздер айтып жүрейік деген мағынада ырымдалған болса керек.
Наурыз көжемізге келесі қосылатын дән күріш. Күріш те денсаулыққа шипа, ішкі құрылысты тазартатын табиғи элементтерге бай дәнді дақыл. Жалпы, наурыз көжеге дәнді дақыл пайдаланатыны бір тамырдан өсіп өнген күріштей ұрпағымыз көп болсын деген тілек болса керек. Наурызда берілетін бата нышаны осы наурыз көжеде де сайрап тұр. Мінекей достар, біздің наурыз көжеміз дайын болды. Әркім өз қалауынша сүт немесе ақ құйып ішетін болады. Оның құйған себебі сүттей ұйып тұрайық. Ақ мол болса денсаулыққа да кепіл дегені. Көңілімізде ақ болсын деген таза ниет. Ағы бардың бағы бар деп те түсінетін қазақ халқы сүт тағамын бақыт несібесі деп білген. Қазақтың ұлттық тарихында ертеден пайдаланып келе жатқан ұлттық тағамдардың түрлері сүттен жасалады. Қазақ сөзінің тіркесінде ақ сөзі де осымен жалғасып тұрғаны көп мағынаны түсіндіреді. Құрт қосатын себебі құрт күшті ас, әр түрлі тамаққа пайдаланылады. Әсіресе жазғы тұрым уақытта пайдасы мол. Әлсіз, аурушан адамдарға қуат береді. Бұл асты қуаттың көзі болсын, ел қуаты нығайсын, денсаулыққа берік болсын деген ырымға негізделсе керек. Наурыз көже әр өңірде әрқалай жасалады. Бұл оңтүстіктің жасалу жолы. Өздеріңіз саралап бағасын берерсіздер. Майра Сотбекқызы.